Наурыз мейрамы әлемнің ең көне мейрамдарының бірі бірегейі. Орта Азия халықтары 5000 жыл бойы тойлап келеді. Наурыз жыл басы, парсы тілінде нау жаңа, руз күн деген мағынаны білдіреді. Бұл мейрам тарихы туралы көптеген пікірлер айтылып жатыр. Бірі парсы патшасы Джамшидпен, бірі Қыдыр атамен, енді бірі Хұт құбыжығымен байланыстырып жатады. Өз елін аралап жүрген парсы патшасы Джамшид Әзірбайжан деген жерге тоқталыпты. Ол уәзірлеріне күнге жаққа қаратып, үлкен тақ орнатуды бұйырған екен. Күн сәулесімен шағылысқан тақ айналаға ерекше нұр шашыпты. Осыдан соң ел бұл күнді жаңа жыл есебінде тойлауды дәстүрге айналдырған деседі. Тәжік халқында наурыз мерекесі туралы түрлі аңыздар бар. Тәжік жеріне жаңа күн 21 наурызда келеді. Бұл күні ең қорқынышты саналған Хұт құбыжығының өзі көктемнің күн нұрына малынған сәулесінен қорқып, жаңа күнге жол ашады. Ал дәстүрлі қазақ қоғамында ұлыс күнді жыл басы саналған. Халықтың мифологиясы түсінігі бойынша 21 наурыз түні даланы Қыдыр аралайды. Және де бұл мереке 18 ғасырға дейін ежелгі Грекияда, ежелгі Римде, Ұлыбританияда аталып, 1700 жылға дейін ежелгі Русь жерінде де тойланған екен. Тәжік халқы бұл мерекені бәйшешек, Гүлгардон не Гүлнаурыз, татарлар Нардуган, бермалықтар шу мейрамы, ежелгі гректер Патрих, хорезмдіктер Наусарджи, буряттар Сагансара, армяндар Навасарди, чуваштар Норис Ояхе, соғдылар Наусарыз, ал татарлар Нардуган деп атайды екен. Шығыс халықтарының наурызда қалай тойлағандығы туралы мәліметтер Әбу Райхан Буруни, Омар Хайям және тағы да басқа еңбектерінде кездеседі. Жануарлардың жыл басына таласуы деген ертегіні бәріміз білеміз. Тышқан ептілігінің арқасында күнді көріп, жыл басы атанады. Дәл сол күн жылдың басы деп есептелген дейді. Осы күнді ұлттық мейрам наурызбен де астастырып жатамыз. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Сіздерді наурыз мейрамымен құттықтаймыз. Тағы да қызықты ақпараттар туралы YouTube арнамыздан біле аласыздар. Сіздермен бірге болған әлем арнасы, назарларыңызға рахмет.